Сабақ тақырыбы ми, үлкен ми сыңарлары. Ми эволюция жетістігінің шыңы, орталық жүйке жүйесінің маңызды бөлімі бас сүйекте орналасқан. Денесіне шаққанда мидың массасы приматтарда, яғни адамдар мен маймылдарда барынша көп. Ең күрделі құрылымды ми адамда болады. Мидың массасы көлемі жөнінде пілдерде жоғары. Ғалымдар ми массасының дене массасына қатысты салыстырып бағалайды. Мидың сұр заты және ақ заты жұлынға қарағанда керісінше орналасқан, яғни сұр зат сыртында, ақ зат ішінде болады. Яғни сұр зат алдыңғы миды түзейді және күрделі құрылымды омыртқалыларда жақсы дамыған. Алдыңғы ми сүтқоректі жануарларда жақсы дамыған, онда үлкен ми сыңарының қыртыстары қалыптасқан. Алдыңғы ми шеміршекті, яғни акула, скат сияқты балықтарда алғаш рет пайда болды және оң және сол жақ сыңарларға бөлінген. Адамда үлкен ми сыңарлары қыртысының беті жүлгелер мен иірімдерден тұратын қатпарлы құрылысқа айналған. Үлкен ми сыңарының қыртысына байланысты күрделі мінез құлық жоғары жүйке қызметінің үдерістері, яғни есте сақтау, ойлау, қиялдау, сөйлеу тағы басқа іс-әрекеттер жүзеге асырылады. Қыртыстың 1 сантиметр куб шамасында 100 миллиард нейрондар болады. Нейрондар басқа жасушалармен байланыс түзетіні анықталған. Үлкен ми сыңарының бөлімдеріне тоқталатын болсақ, олар терең жүлгелер, яғни маңдай, төбе, шүйде, самай бөлімдерге бөлінеді. Маңдай бөлімі өте күрделі құрылымды және адамның жоғарғы жүйке қызметіне жауапты, ойлау, мінез құлық, мотивациясы, зейін, қиялдау, сөйлеу орталықтары орналасқан. Маңдай бөлімінде тағы бір маңызды қызмет күрделі қимыл қозғалысты басқарады. Яғни музыкалық аспапта ойнау, спортшылардың іс-әрекеті, велосипед тебу, автомобиль жүргізу сияқты іс-әрекеттерді жатқызамыз. Төбе бөлігі тері бұлшықет сезімталдығына жауап береді. Осы жерде тері рецепторларынан ақпарат келіп түседі. Біздің ағзамызда ең сезімтал ағзалар, яғни қол саусақтары, тіл, ерін, бұл бөлімдерде сезімтал жүйкелер арқаға қарағанда көп орын алады. Шүйде бөлігі көру орталықтары орналасқан орын, самай бөлігі есту орталықтары орналасқан. Үлкен ми сыңарының барлық бөлімдері өзара тығыз байланысты әрі бірлесе қызмет атқарады. Мысалы, ауызша сөйлеу орталығы маңдай бөлімінде орналасқан, ол естіген сөзді түсінуге жауап беретін самай бөлігіндегі орталықпен және оқуды, көруге, әріптерден сөз құрастыруға, сөзден сөйлем құрастыруға жауап беретін шүйде бөлігіндегі көру орталығымен тығыз байланысты. Жазбаша сөйлеу орталығы да маңдай бөлімінде орналасқан. Ол жазу кезінде қол бұлшықеттерін басқаруға жауап беретін қимыл қозғалыс орталығымен байланысты. Енді оқу тапсырмасы. Төмендегі кестеге үлкен ми сыңарларының бөлімдері берілген, әр бөліктің жеке-жеке сипаттамаларын жазып шығыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.